Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдік. Менің атым Ердана, хабар арнасының Оян таңғы бағдарламасының жүргізушісі және тілшісімін. Танысқаныма қуаныштымын. Мәдениет, халықаралық қатынастар мен өзге де өзекті мәселелер бойынша сюжеттер жасаймын. Және сіздің Қазақстанға жасаған алғашқы ресми сапарыңызда алғашқы сұхбат алған алғашқы журналист болғаным үшін өте қуаныштымын. Және тілші болып қана қоймай, Қазақ ұлттық өнер университетін аралап көрсететін серігіңіз болам. Көмектесіп жатқаныңыз үшін қуаныштымын. Ары қарай Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысына Жыралыбы Жамбылдың мүсінінен бастап, өнер ордасы ішінде экскурсия жасадым. Зор ықыласпен тыңдап келе жатқан мәртебелі мейман осы университет түлегі Димаштың портреттеріне келгенде біраз тоқтап, қайран қалды. Артынша сұхбатқа көштік. Мұна музыкалық аспаптарды таныстырмас бұрын таңғы бағдарлама жүргізушісі ретінде дәстүрлі сұрағымды қояйыншы. Бүгінгі таңның сіз үшін ерекше екеніне сенімдімін. Қарбалассыз. Ал жалпы таң қайткенде сіз үшін мінсіз болады. Мен үшін мінсіз таң рецептісі өте қарапайым. 4 жасар ұлым мен 3 жасар қызым бар. Вашингтонда болғанымда, солармен бірге таңғы асты бірге ішкенімнің өзі мен үшін мінсіз таң болып есептеледі. Одан асқан бақыт жоқ. Дәл осындай таңдар көбінен болсын деп тілеп, осы бір бұрышты таныстыруға көшсем. Мына сан ғасырлық тарих бар аспаптардың сиқырлы үні бар. Мысалы, қобызды жан мен тән дертіне дауа дейді. Тура Битлздағы Пол Маккартнидің музыканы психотерапияға теңеген секілді. Оның гитарасын тілге тиек етіп тұрып, сіздің музыкаға деген әуестігіңіз жайлы білгім келіп тұр. Иә, музыкаға ес білгелі қызығушылығым зор. Бала кезімнен бастап, әлі күнге дейін гитарада ойнаймын. Үйде 8-9 гитарам бар. Әрбірі мені алда, ойнашы деп тұрады. Оған қазір жұмыс бастылықпен көп уақыт бөле алмай жүрмін. Және Пол Маккартнимен толықтай келісер едім. Аспабыңмен шер тарқатысуға болады. Оған қоса, музыканың адамдарды біріктіре алатын күші бар. Өмір салтынан, географиялық шектеулерден, таным түсінігінен асып түседі. Әлемнің біраз елінде болып қайттым. Және қайда барсам да, сол елдің музыкасы мен мәдениетімен танысуды жөн көрем. Аспапты тыңдау да, оны ойнау да бақытқа бөлейтін әрекет. Сіздің тыңдармандарыңыз біреуге болса да көбейді. Өткен аптадан әндеріңізді тыңдап, Lip Service деген шығармаңыз ұнатып қалдым. Ой, рахмет. Ешкім тыңдамайдау деген әндеріндегі тыңдалым саны қалай көбейді десем? Бұл Блинкен мырзаның кішірегені болу керек. Музыкалық платформалардағы Without You, сен болмасаң, Lip Service, SMS қағаз жүзіндегі дүние, Patience, сабыр деген әндері бар. Анда-санда жақсы көрген әндерінің топтамасында бөлісіп тұрады. Және интернеттен табылатын біраз шоуларда гитарада ойнағаны музыкадан ауылы алыс емес екенін айғақтайды. Ал енді қазір маған етене жақын өзім ойнай алатын аспап жайлы айтып берейін. Домбырада әр қағыс ат тұяғының дүбірімен үндес. Шырқалған ән ұлан ғайыр даланың кеңдігі іспетті. Айтқандарым қазақ мәдениетінің кіші бір бөлігі ғана. Күні бойы тағы біразынан хабардар боларыңыз анық. Күн демекші бүгінгі күндізбеңізді сөз етейікші. Қазақстанға келгендегі сапардың басты мақсаты не? Осы экскурсия бүгінгі күннің тамаша бастауы болып жатыр. Ол үшін алғысым зор. Кез келген сапарымда әріптестеріммен тығыз жұмыс істеп, мүмкіндігінше сол елді көбірек тануға тырысам. Қазақстанның өзі ақш-тың аса маңызды серіктесі екенін айта кету керек. Оның Кеңес одағынан қалған ядролық қарудан бас тартудағы бастамаларын, ғарыш саласындағы жаңашылдығын ерекше атап өткен жөн. Әрі Орталық Азияның аймақ ретінде нығайып, өзара байланысының беки түсуінде басты назарға алып отырмыз. Бір байқағаным, қандай қиындық болса да әлемнің кез келген елі жалғыз күресіп, ұтымды нәтижеге жете алмайды. Мейлі ол климаттың өзгеруі болсын, мейлі пандемия болсын, тіпті жаңа технологиялардың күрт дамуы болса да, ынтымақтастықты орнату аса маңызды екен. Сол себепті де Қазақстандық әріптестермен қатар Орталық Азияның өзге елдеріндегі мамандарды да дөңгелек үстел үстіне тартып отырмыз. Біз қай бір елге болсын біреуді таңда деп қыстамаймыз. Тек қолда бар таңдауларды ұсынамыз. Бәлкім біз ұсынған дүние сол ел үшін, болашағы үшін тиімді болар. Жұмыс орындарын ашу, климаттың өзгеруі, энергетиканың, соның ішінде сарқылмайтын энергия көздерімен қамтамасыз ету, өңірдегі қауіпсіздік мәселесі бойынша мүмкіндіктер ұсыну, осы біздің мақсатымыз.
Иә, орталық Азияны оның мәдениетін айтқанда сыртқы киімдерінің ұқсастықтарын мына бір экспонаттар арқылы да түсіндірсе бола ма деймін. Ертеректе айтқанымдай бұл киімдер мен деген қазақ өнерпаздарының ұлттық нақыштағы образдары. Мұнда тек сән үшін емес, жас өнерпаздарға шабыт беру үшін де тұрған анық. Тур осындай ерекше көңіл күйге бөлейтін мереке Наурыздың бірі алғыс айту күні. Жақындарымыздан бастап күллі Қазақстан халқына ризашылығымызды білдіреміз. Осы орайды пайдаланып Қазақстан атынан ақш тарапына қиын сәттердегі қолдауына, көмегіне рахмет айтқым келеді. Ал ақш тарапы Қазақстанға осы күн не деп алғыс айтылады? Kazakhstan for, and what might be something like special? Well, first, I think Gratitude Day is just a wonderful. Алғыс айту күнінің дәл осылай аталып өтілуі тамаша дәстүр екен. Импорттап алуға болатындай. Баршамыз рахмет айтып, ризашылық білдіруге уақыт таба алуымыз қажет. Қазақстанға келгенде халқының ерекше жомарттығы үшін алғыс айтар едім. Бірнеше миллион азамат Қазақстанды паналап, не Қазақстан арқылы басқа аймақтарға аман есен қоныс аудара алды. Бұл үшін Қазақстанға риза тараптар көп екеніне сенімдімін. Kazakh people has been something everyone can be grateful for. And I would love to know, Ал енді айтыңызшы, алғыс айту күнінде мемлекеттік хатшы емес, жай Тони ретінде кімге рахмет айтар едіңіз? Oh, to me, it's, I think, like for so many of us, it would be first. Алдымен бала кезден ержеткенге дейін бағып қағып, махаббатпен, қолдаумен өсірген үшін ата-анама алғыс айтар едім. Және қазіргі отбасым, жұбайыма, балаларыма күн сайын рахмет деуден жалықпас едім. at the end, Және сұхбатымыздың соңында барша қазақстандық көрерменге таңғы тілегіңіз болса. Good morning to everyone here. Құрметті көрермен, қайырлы таң. Қазақстандық достарымыздың айрықша жылы қабылдауына, қонақжайлылығына ризашылығымды білдірем. Осы жерде менің елім мен сіздердің елдеріңіз арасындағы қарым-қатынасты бұрынғыдан да бері кете түсетін мүмкіндік барына қуаныштымын. Өзімізге, жанұямызға, балаларымызға пайдалы дүниелерге бірге жұмыс істеу арқылы қол жеткізе аламыз. Бұл іс-сапардың мақсаты сол. Қайткенде ынтымағымыз одан әрі жараса түседі деген сауалға жауап табу. Америкалықтар мен қазақтар арасында білім жолында, кәсіпкерлікке, қызметте, саяхатта қай сала болмасын, бірге жұмыс істеудің жаңа мүмкіндерін қарастыруды көздейміз. Таң берекелі болсын. Көп рахмет. Осы бір күйден соң менен де мықты музыкант екендеріне көзім толықтай жетіп тұр.